Армысыздар, ала орнасында көкейтесті сұхбат бағдарламасы студияда Аслан Ермекбай. Әдеттегідей жаңа аптаның басында біз түрлі тақырыптарды талдаймыз. Бүгін біздің студияға келіп отырған қонағымыз Ташмағамбетова Алтын, тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының әдіскері. Студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді облыстық тілдерді оқыту орталығының негізгі бағыттары мен жалпы атқарып жатқан жұмыстар жөнінде айта кетсеңіз. Рахмет. Жалпы Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының тілдерді оқыту орталығы негізгі бағыты тілдерді оқыту болып табылады. Мемлекеттік, ағылшын және этнос өкілдеріне арналған өздерінің ана тілдерін оқыту болып табылады. Негізгі өзіміздің жұмыс бағдарламамыз 100 сағатқа шақталған. 100 сағатқа шақталып, біздің оқу жылымыз ақпан айынан басталып, қараша айына дейін жалғасын табады. Биылғы күнге дейін, осы күнге дейін біздің мемлекеттік тіл бойынша тыңдаушылар саны 560-ты құрап отыр. Ағылшын тілінен 186 және ана тілдері курстары бойынша 96 тыңдаушыларымыз бар. Жаңа өзге ұлт өкілдеріне арналған этнос өкілдеріне арналған ана тілі курстары бізде негізі 5 тілді қамтимыз. Неміс, армян, кәріс, татар тілдерін оқытамыз. Жалпы оқу процесі қалай жүзеге асады, қалай іске асады? Мысалы, мектептегідей өрбей ме, жоқ әлде бұл жерде шамалы ерекшелене ме? Әрине, біздің орталықтың оқу бағдарламасы мектептің оқу бағдарламасымен ерекше. Атап айтатын болсақ, біз бұл жерде ересек тұрғындарға арналған курстарды оқытамыз. Яғни біздің жаңа айттым ғой, ақпан айынан басталған оқыту курсымыз біздің қыркүйек айында қайттан жалғасын табады. Біз қыркүйектен қарашаға шейін оқытып, қорытынды емтиханымызды алып, арнайы бір өзінің емтихан болсын, тест сұрақтары болсын, соған тыңдаушыларымызды қамти отырып, өзінің жаңа 5 деңгей бойынша сертификаттарын алады. 5 деңгей болсын. Енді оқу жылы сіздерде әдеттегідей қыркүйектен басталмайды. Жаңа оқу жылы сіздерде ақпан айында басталады. Соған қалай өтініш беруге болады? Кімдерді қай уақытта қабылдайсыз? Мүмкін қыркүйек айларында қабылдайсыздар ма, жоқ әлде ақпан айында ма? Жоқ, біздің жаңа оқыту бағдарламамыз ақпан айынан басталғандықтан, біз желтоқсан айының қалай біздің оқу жылымыз аяқталады. Біз мемлекеттік мекемелерге мәдениет басқармасының атынан хат жібереміз. Әр мекемелерге жібереміз. Мысалы, ниет білдірген тыңдаушылар, мемлекеттік қызметшілер, яғни соған біздің тыңдаушыларымыз қамтылады. Яғни бір топта 15-17 адамнан қамтиды. Айтып отырмын, жаңағы қазтес бағдарламасы бойынша бір үлгі стандартына сәйкес және де 23-29 жылдарға арналған тұжырымдаманың негізінде біз жаңағы А1 қарапайым, А2 базалық, Б1 орта, Б2 ортадан жоғары және С1 деңгейлері бойынша оқытамыз. Жаңа айтып отырдым, мемлекеттік мекемелер бізге тізім жібереді. Бір топта 15-20 адамның қамтылған тізім бойынша біз қабылдаймыз. Тізім бойынша оқытылады. Және де бізде өтінішпен келіп оқитын тұрғындар бар. Яғни біздің Қостанай қаласының тұрғындары өз еріктерімен, ол зейнеткерлер мүмкін болу, жас шектеулігі жоқ, сондықтан ол кісілерді де қамтып, біз осындай 560 тыңдаушыны қамтып отырмыз. 560 тыңдаушы. Олар негізі сабақ уақыттары қай уақытта жүргізіледі? Мысалы, қазір біздің көрермендерде отырып қызығушылық білдіру мүмкін, алдағы уақытта жазғысы келуі мүмкін, сондықтан кестесі қалай жүзеге асады? Біздің сабақ кестеміз арнайы бекітілген кесте бойынша жүргіземіз. Яғни жаңа мемлекеттік қызметшілерді әрине біз жұмыс уақытында 1 сағат 20 минуттан аптасына 2 рет келіп оқиды. Ал өздігінен жаңа қаланың тұрғындары дедім ғой, өтініш бойынша келген тыңдаушыларымызға ол кісілер әрине жұмыс уақытынан кейін келеді. Яғни біздің сабағымыз 18:30-да басталып 20:50-ге шейін біздің сабағымыз болады. 1 сағат 20 минуттан аптасына 2 рет дайындалады біздің. Жалпы әдетте осы тіл оқыту орталықтарында белгілі бір ұлттың мысалы тіліне қарай сұраныс көп болып жатады. Бізде жалпы қазір сіздерде қандай тілге өте сұраныс көбейіп отыр? Және қандай тілдер мүмкін ерекше басқа орталықтарда жоқ бір тілдерде оқыту ашылған болар? Ана тілі бойынша мүмкін? Әрине енді бізге жалпы мемлекеттік тілге
үштілділік болғаннан кейін мемлекеттік тілге көңіл береміз. Сонымен қатар қазіргі жастарымыз біздің енді ағылшын тілі ғой, ағылшын тіліне сұраныс өте көп. Әрине айта кетуге болады, жаңағы бізде 5 тіл оқытамыз дедік қой, этнос өкілдеріне арналған. Соның ішінде біздің өзіміздің өзге ұлт өкілдерінің ішінен кәріс тіліне сұраныс артып келе жатыр. Жоғары. Жалпы кәріс тілін оқуға келетін азаматтар, олар көбі ұлт өкілдері қандай? Қай ұлт өкілдері көп келеді? Әлде өздерінің ана тілін меңгеруге кәрістер келеді ме? Қалай іске асады? Жоқ, бізде кәріс тілінде басым көпшілігі мына өзіміздің қазақ ұлты көбінесе. Әрине өздерінің тілдерінде меңгергісі келетін ұлттар да бар, кәріс тілі. Мысалы татар тілін айта кетсем, басым көпшілігі өздерінің тілдерінде татарлар мысалы оқып жатыр. Сондықтан кәріс тілінде көбінесе аралас. Көбіне аралас келеді. Аралас келеді. Яғни өз ана тілін білуден бөлек көп тілін меңгергісі келетін жастар да сіздерге келіп жатыр. Енді оқу жалпы процесс аяқталғаннан кейін белгілі бір сертификат немесе мысалы тілдер категорияға бөлінеді ғой, Б1, Б2 санаты мысалы аяқтап жатады. Сол бойынша бір не ұсынасыздар ма, қағаз құжат немесе? Әрине, жаңа мен айтып өттім, тұжырымдамаға сәйкес, 23-29 тұжырымдамасына сәйкес 5 деңгей бойынша оқытамыз дедік. Әрине, А1, А2 деңгейлеріне сертификат берілмейді, тек қана Б1, Б2 және С1 деңгейлеріне ғана 100 сағаттық курсты тамамдады деген сертификат береміз. Ол сертификаттың әрине өздерінің мемлекеттік мекемелерінде болсын, қарапайым тұрғындар болсын, өз жұмыстарында ол өздерінің игіліктеріне пайдап қолданылады. Енді мынаны айта кетейінші, тіл маманы келіп отырғандықтан сұрай кетейік. Қазіргі уақытта шетел тіліне, өзге тілдерге сұраныс өте жоғары, үйренгісі келетін жастар көп, шетелге шыққысы келетін жастар да көп жалпы, және әлеуметтік желілерде өздерімен бірге шетел азаматтарымен достасып жатады. Белгілі бір яғни группалар ашылады ғой, сол жерде бір-бірімен сөйлесіп жатады. Сол үшін де тіл білуді қалайды. Сондықтан тілді оңай үйренудің қандай тәсілдері бар? Қарапайым ереже жаттап, жаңағындай грамматика үйренгеннен бөлек қалай тез үйренуге болады тілді? Әрине, қазіргі заман бізде цифрлық технологиялардың дамыған заманы ғой. Бізде мысалы тілдерді оқыту орталығында тіл үйрену трендте деген айдарымыз ашылып жатыр. Осы шілде айынан бастадық. Бұл жерде біз қысқа видеороликтер дейміз ғой, бейнероликтер түсіру арқылы қарапайым тілашар, яғни сөздердің мысалы қазақша баламасынан, орысша баламасынан қазақша осылай аударма түрінде береміз. Бұл өте қысқа контенттеріміз дейміз ғой, бұл тіл үйренуге өте тиімді деп санаймыз. Сондықтан грамматикамен қоса осындай қысқа бейнероликтермен де үйренуге болады. Жалпы әлеуметтік желідегі бар ақпараттың барлығын пайдаланып үйренуге болады. Енді жалпы биылғы жылы атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде айта кетсеңіздер, сіздерде түрлі іс-шаралар өтіп тұрады, оның ішіндегі, яғни тілге қатысты, тіл үйренуге қатысты, одан бөлек сіздер жасанды интеллектке байланысты да бірнеше іс-шара өткенін білеміз. Жалпы биылғы жылы атқарылған және атқарылатын жұмыстар жөнінде айта кетсеңіз. Биылғы жылы бізде Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен 11 іс-шара жоспарланды. Соның айтатын болса, біз 4-5-еуін өткіздік. Айтатын болсам, наурыз айында бізде тіл мен дәстүр деген биылғы жылы өте бізде байқау өтті. Бұл байқауда әрбір мекеме, аудан, тілдерді оқыту орталықтарынан шақыртылған командалар, топ бойынша. Әрине, бұл жерде өзі ат айтып тұрғандай, тіл мен дәстүр деген сияқты, бұл жерде біз өзіміздің тілімізбен қоса дәстүрімізді насихаттадық. Яғни бұл байқау 4 кезеңнен тұрды. Әрине, бұл байқаудың ерекшелігі біз тіл мен дәстүр байқауының команда мүшелеріне әр саланың қызметкерлерін қамтыдық. Мысалы, біз тілдерді оқыту орталығынан әдіскер, басшыларды қамтысақ, сонымен қатар мемлекеттік мекемелерден мемлекеттік қызметшілерді, бақ өкілдерін, бұқаралық ақпарат құралдарынан біз өкілдерді қамтып отырдық. Сонымен қатар біз өзге ұлт өкілі болғанын қаладық. Атап айтатын болсам, 66-та 97 әскери бөлімінен қатысты, бізде полиция департаментінен Сарукина Александра деген қызымыз
мемлекеттік тілді еркін меңгерген бір өзге ұлт өкілін біз бір командаға қосып отырдық. Атап айтатын болсам, тағы да бізде жастар арасындағы, жаңа өзіміз айтып отырық қой, елімізде 3 тілді меңгерген биылғы жылы тіл шебері байқауы өте жоғары деңгейде өтті. Бұл жерде тіл шебері байқауының негізгі мақсаты мемлекеттік қызметшілер арасында болсын, өзге тұрғындарымыздың арасында болсын, 3 тілді меңгерген жастарды. Бұл байқауға 20 шақты үміткер қатысып, өздерінің деңгейлерінде жаңағы байқауымызға қатысып, өз нәтижелеріне қол жеткізді. Тіл мен дәстүр, тіл шебері, сонымен қатар бізде облыстық үздік оқытушы байқауы. Бұл жерде бұл үздік оқытушы байқауы біздің тілдерді оқыту орталығының, 20 тілдерді оқыту орталығының оқытушылар, әдіскерлері қатысты. Әрине, жеңімпаздарымыз республикалық деңгейде жолдама алды. Мінекей 4 қыркүйек күні жаңағы республикалық үздік оқытушы байқауына Рудный қаласы тілдерді оқыту орталығының оқытушысы жолдама алып, осы республикалық деңгейге қатысайын деп отыр. Сонымен қатар, жаңа айтып өттім ғой, бізде өзіміздің ниет білдірген тыңдаушылармен қатар мемлекеттік қызметшілеріміз де бар. Мемлекеттік қызметшілердің арасында мемлекеттік тіл, мемлекеттік қызметте деген байқау өтті. Бұл байқауға қаламыздан 4 мекеме, облыстық тілдерді оқыту орталығынан 16 аудандық тілдерді оқыту орталығының мемлекеттік қызметшілері командалармен келді. Әр командада 3 үміткерден қатысты, оның біреуі әрине міндетті түрде тағы да өзге ұлт өкілдері. Бұл бір қуантарлық жағдайы, мемлекеттік қызметшілер арасында да еркін өзіміздің тілімізді меңгерген қызметшілер бар екеніне қуантарлық жағдай. Бұл байқауда өзіндік деңгейінде, жоғары деңгейде өтті деп. Жалпы қазіргі уақытта сіздер жалпы түрлі іс-шара өткізесіздер, ойын түрінде де өткізесіздер. Бұл бұлардың концерт түрінде өтеді, бұлардың барлығы әдіс тәсілдер деуге болады тіл үйренудің. Ал жалпы қатысушылардың өздерінің пікірлері қандай? Олар тек қана тіл үйренбейді, және керемет бір эмоцияға бөленеді, мысалы салт дәстүр жөнінде біледі, түрлі наным-сенімдер жөнінде біледі. Осы жөнінде деген қандай пікірлер бар? Әрине, біздің байқауға қатысушыларының пікірлері оң пікір. Айта кететін болсам, бұл дәстүрлі түрде өтетін байқау болғандықтан мемлекеттік қызметшілердің саны артып келе жатыр, қатысушылардың. Биылғы жылы 17 команда қатысып, өз дәрежелерін көрсетті. Әрине, бұл жерде тек қана мемлекеттік тілді игеріп қана қоймай, жаңа әдіс өзіміздің ұлттық салт дәстүрлерімізді меңгереді. Сонымен қатар бір-бірімен тәжірибе алмасады, бір-бірімен танысып, өздерінің ой бөлісулеріне де жақсы нәтиже беріп жатыр. Ал қазір жалпы осы тіл үйрету барысында жаңа технологияларды қалай меңгеріп жатсыздар? Қазіргі уақытта жасанды интеллект деген бар, түрлі бағдарламалар да шығып кетті. Сол бойынша айтсаңыз. Биылғы жылы бізде облыстық семинар өтті. Облыстық аталмыш семинарға біз республикалық деңгейде Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директорын Анар Фазылжанованы шақырдық. Өзінің әрине ғалым ретінде өзінің ойымен, түрлі әдіс тәсілдермен бөлісіп, біздің жаңа 19 тілдерді оқыту орталықтарының әдіскер оқытушыларына өзінің тәжірибесімен бөлісіп кетті. Сонымен қатар Қарағанды тілдерді оқыту орталығының директоры Алмагүл Игенова деген кісі жасанды интеллект бойынша қазіргі енді жиі қолданылып жүрген технологиялардың бірі әдемі ауқымды іс-шара өтіп, семинар тәжірибе алмасты. Әрине біздің оқытушылар қалыс қалып жатқан жоқ, өздерінің тіл үйрену барысында, тілді үйрету барысында әртүрлі бағдарламаларды қолданады. Атап айтатын болсам, Kahoot, Quzes, жаңа өзіміздің жасанды интеллект арқылы жаңа айтып өттім ғой, тіл үйренуге деген көп мүмкіндіктер бар. Солардың барлық бағыттарды өздерінің тәжірибелерінде қолданады, өздерінің. Жалпы қазір жасанды интеллект бар, түрлі мәтін жазатын бар, және сол мәтін тексеріп беретін бар жалпы, жасанды интеллекттер. Олардың қазақша деңгейі қалай?
осы не жүрген мәтін жіберген кезде, дыбыстау жасаған кезде қаншалықты бағалар едіңіз өзіңіз? Әрине, бұрынғымен салыстырғанда қазір атап айтатын болсам, мінекей біз шілде айының басында Астана қаласына жасанды интеллект бойынша семинарға барып келдік. Әрине, тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының жасап жатқан дүниелері өте ауқымды. Сонымен қатар мен айта аламын, қазіргі уақытта аударма жасап берсе де бізге жасанды интеллекттің дыбысталу жағынан болса да жоғары деңгейде. Жоғары деңгейде, салыстырмалы түрде. Салыстырмалы. Бірақ алдағы әлі де жетілдіретін дүниелер бар. Біз оған қол жеткіземіз деп үлкен сеніммен қараймыз. Бірақ негізі өте жылдам қазақ тілін меңгеріп болған, жалпы жасанды интеллект. Жалпы енді әрмен қарай жалғастырайық. Қазіргі уақытта мысалы тіл меңгеру, мысалы айтатын болсақ, бір неге айналды. Көп адам тіл меңгергісі келеді, жаңадан үйренгісі келеді, тілдерді ел аралағысы келеді. Жалпы тіл беру, тіл білу қандай мүмкіндіктерге адамды жеткізеді? Тіл маманы ретінде осы кезде жауап берсеңіз. Әрине, қазіргі заман енді үш тілді меңгеру заман талабына сай болып отқаннан кейін көп тілді білсең, көп жетістіктерге жетуі мүмкін. Мысалы, бізде енді тек Қазақстан бойынша шектеліп қалмаймыз ғой. Шетелдерге шыққан кезде өзіңнің деңгейінде сөйлей алатын тілдерді білу міндетті деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде өте мүмкіндіктері көп. Тіл білген адамның өзінің көп мүмкіндіктерге ие бола алады. Жол енді ашылады деген. Және тіл арқылы өзге елдерінде мәдениетін, салт дәстүрін біліп, өзіне бір азық ретінде ала алады. Жалпы енді мынау енді 5 тіл бойынша оқыту жатсыздар қазіргі уақытта. Ал енді мемлекеттік тілге шетелдік азаматтардың болсын өзге ұлт өкілдерінің қызығушылықтары қаншалықты деңгейде салыстырмалы түрде айта кетсеңіз, өткен жылдармен мысалы. Мемлекеттік тілге. Әрине, біздің мемлекеттік тіліміз жоғары деңгейде, сұраныс артып келеді. Яғни бізде былтыр 530 тыңдаушыны қамтысақ, биыл бізде 560-қа жетіп отыр. Оның өзі бізге үлкен. Бұл тек мемлекеттік тіл бойынша 560 адам тыңдаушы бар. Иә, тыңдаушы қамтылған бізде. Ағылшыннан 186. Былтырғы жылы мысалы бізде ағылшыннан әрине саны 200 болса, биыл 186, бізде басымырақ мемлекеттік тілге көп болып тұр. Сондықтан менің ойымша мемлекеттік тілдің жылдан жылға сұранысы артып келеді. Жалпы енді алдағы уақытта тағы өтетін іс-шаралар бар ма, мысалы сіздерде арнайы жоспар бойынша? Әрине, бізде биылғы жылы Міржақып Дулатұлының 140 жылдығына арналған, Абай атамыздың 180 жылдығына арналған бізде дөңгелек үстелдер, конференциялар, сонымен қатар челлендждер біздің өзіміздің жұмыс жоспарымызда бар. Бұл осы жұмыс жоспарыңыздағы бар іс-шаралардың барлығы тек тыңдаушылар арасында өткізіле ме, әлде Қостанай облысының тұрғындары бойынша да бәлкім бір іс-шаралар болар сіздерде? Біздің бұл байқаулардың бәрі Қостанай облысының тұрғындары болсын, мемлекеттік қызметшілер болсын, өзге ұлт өкілдері болсын, барлығына бірдей жоспарланған іс-шара. Яғни келіп көрермен болса да, қатысушы болса да есік ашық? Әрине, есігіміз ашық. Жалпы бүгін сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Біздің уақыт өз мәресіне жетіп қалған екен, сондықтан да көрерменге айтар ізгі тілегіңіз болса, камера сіздің еншіңізде. Көкейтесті сұхбат бағдарламасына алғысым шексіз, жұмыстарыңызға еңбектеріңізге табыс тілеймін. Әрқашанда жұмыстарыңыз жүре берсін. Жалпы бүгін сұхбатқа келгеніңізге рахмет, аман сау болыңыз. Сау болыңыз. Қадірмен телекөрермен, бұл көкейтесті сұхбат бағдарламасы. Студияда болған Асан Ермекбай, ал студия қонағы Алтын Ташмағамбетова, Тілдердің облыстық тілдерді оқыту орталығының әдіскері. Ал біз сіздермен келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.